Айыппұл алып көрдің бе? Әлде таныстарың алған шығар. Алматыда көлік айдау оңай шаруа емес. Былай жай ғана келе жатасың. Ешқандай қиындық жоқ сияқты. Сосын бір күні телефоныңа бақыт хаты келіп түседі. Бірақ осы хаттар көбіне қай жерден келеді, ойланып көрдің бе? Алматыда қазір сергек деген жүйе бар. Қарапайым камера емес, нағыз бақылау жүйесі. Қала бойынша 1000 жарымнан аса камера орнатылған. Олар сенің жылдамдығыңды ғана емес, бәрін байқап тұрады. Белдік тақпадың ба, көріп тұр. Телефонмен сөйлестің бе, тіркеп үлгереді. Автобус жолағына түсіп кеттің бе, айыппұл дайын. Жаяу жүргіншіні өткізіп жібермедің бе, сол үшін де жазалайды. Ал айыппұл қай жерлерде көп түсе десең. Біріншіден, Әл-Фараби даңғылы. Әсіресе Сейфуллин мен Достықтың арасындағы бөлігі. Бұл жерден жай ғана өтіп кетем деу қателік. Камера көп, айыппұл да көп. Екіншісі, Абай мен Байзақов қиылысы. Бұл жер нағыз қақпан. Мұнда қызыл жарыққа өтіп кетсең де, автобус жолағына кірсең де бәрін алады. Үшіншісі, Төле би көшесі, Назарбаев пен Абылайхан көшелерінің арасы. Камералар көзге көрінбейді, бірақ тіркеп тұрады. Төртіншісі, Момышұлы мен Рысқұлов қиылысы. Бұл жерде кез келген ұсақ түйекке айыппұл салып жібереді. Белдік жоқ па, бір сәт телефонға қарадың ба, бәрі есепке алынады. Бесіншісі, Райымбек даңғылы, Алтын Орда маңы. Кептеліс көп жерде, көлікте көп, тәртіп бұзу да көп. Камералар мұнда да тыным таппайды. Қысқасы, бауырым, Алматыда камералар дем алмайды. Олар ұйықтамайды, қарап қана отырмайды, нақты тіркейді. Білмей қалдым деген әңгіме жүрмейді. Айыппұл деген кездейсоқтық емес, бұл сенің назарыңнан сәл ғана сытылып кеткен сәттің құны. Сол үшін білгенің дұрыс. Қай жерде байқап жүру керек, қай жерде жылдамдықты азайту керек, қай жерде телефонға қарамау керек. Бұл видеоны досыңа жібер. Ертең мен білмей қалыппын демес үшін.